Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті өзінің кезекті дәрістерін жалғастырады. Біз өткен дәрістерімізде адалдық жөнінде әңгімелеген болатынбыз. Біз бүгінгі видео дәрісіміз, яғни бейне дәрісіміз парасаттылық туралы болмақ. Жалпы көп жағдайда адалдықты қалыптастырудағы ең бір керек қасиеттердің бірі бұл парасаттылық. Мысалға, сіз үлкен кісінің алдын кесіп кетсеңіз, кімде қандай ой туындайды, ойланып көрдіңіз бе? Көбі оны ойлана бермейді. Ал шын мәнінде біз әлемдік тәжірибеге сүйенетін болсақ, мысалға Жапония елі бұны ардың немесе әдептің бұзылуы, яғни бұл жемқорлықтың бірінші қадамы деп санайды екен. Иә, сізге күлкілі болуы мүмкін, алайда шындығында адалдық, тәрбиелік, парасаттылық деген осы жерден басталады. Олардың, яғни жапондардың пікірі бойынша, әдепті сақтамаған адам заңды сақтамайды. Ал әдеп дегеніміз не? Әдеп бұл ата-бабамыздың жазылмаған заңы болып табылады. Яғни біз кейде сұрап жатамыз, таңдайды қақпа, есікке сүйенбе, зеңді құшақтама, бұл жағдайда не болады деп. Яғни біздің ата-бабаларымыздың бізді әдепті болуға шақырып кеткен өсиеттері болып табылады. Сондықтан парасаттылық деген қарапайымдықтан басталады. Яғни сіз қарапайым студент немесе мектепте білім алып жатқан оқушы болсаңыз, онда сіздің парасаттылықты қалыптастырудағы ең бірінші қадамыңыз бұл білім алу. Яғни сіз өзіңіздің үйіңізде жүріп, білімді алып, сонымен қатар отбасыңызда ағаларыңызға, інілеріңізге шынайылықпен, парасаттылықпен қарай білсеңіз, бұл сіздің парасаттылықты, адалдықты ең бастысы қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудағы бірінші қадамыңыз болып табылады. Сенбейсіз бе? Жасап көріңіз. Біз келесі тағы бір тәжірибеміз. Мысалға, Ұлыбритания елі. Ұлыбритания елінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері бұл мектептің пәні ретінде енгізілген. Не үшін? Өйткені біз қазіргі таңда көптеген балаларымыз, немесе іні қарындастарымыз мектепте білім алып, ал үйде ата-ана тәрбиесін көп жағдайда толық көрмей жатады. Осы орайда бұл тәрбиені мектептегі пәндер арқылы беру міндетті болып табылады. Мектептегі мысалға өзін тану пәні бұл осы әдептілікті, парасаттылықты қалыптастырудағы ең басты құрал. Сондықтан құрметті әлеуметтік желі қолданушылары, парасаттылықты бастауда сіз өзіңізден бастауыңызға болады. Ең бірінші бұл үшін адам өзіне күнтізбелік жоспарын жасау керек. Яғни таңертең нешеде тұрамын, таңертең нешеде тамақ жеймін, нешеде сабақ оқимын, нешеде телефонда қараймын. Сіз осы арқылы өзіңіздің күнделікті смартфонды немесе интернетті қолдануға белгілі бір жүйені белгілеп қойсаңыз, бұл сіздің парасаттылықтағы қадамдарыңыздың бірі болады. Және бұл алдағы уақытта сіздің заңды немесе әдепті бұзбауға ең жақсы қадамдар. Сондықтан құрметті әлеуметтік желі қолданушылары, парасатты болайық. Парасаттылықты қалыптастыра отырып, адалдықты сақтайық. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.